Лимон мен шай. Лимон қосылған шайдың құрамы мен калориялылығы шай сусынында фтор, магний, калий, йод және мыс сияқты дәрумендер, антиоксиданттар мен минералдар өте көп. Шайдың түсті таңдалған сортқа байланысты болады. Бірақ лимонмен немесе сығылған шырынның бір бөлігі сұйықтықтың түсін өзгертеді. Лимон қосылған шай сусыны төмен калориялы болып шығады. Бірақ стаканда 6-10 калория бар. Бірақ түршіктелген қант, бал, қоюландырылған сүт немесе кілегей сияқты қоспалар тағамдық құндылығын бірнеше есе арттырады. Неліктен лимон шайы пайдалы? Лимон қосылған шай сусыны пайдалы қасиеттерге ие. Яғни аскорбин қышқылының болуы денені суықтан сақтайды. Темірдің сіңуіне және коллагеннің реттелуіне ықпал етеді. Қан тамырлары мен сүйектерді нығайтады. Лимон шырыны қосылған жасыл немесе қара шай қанды сұйықтаудың және майларды бөлшектеудің тамаша әдісі болып табылады. Сондықтан таңертең тамақтанар алдында сұйықтықты лимонмен ішу ұсынылады. Лимон тілімі қосылған қара немесе жасыл шай антисептикалық қасиетке ие және әртүрлі инфекциялардан арылуға көмектеседі. Шөлдеуді керемет түрде сөндіреді. Судың тепе-теңдігін қалпына келтіреді, сергітеді. Антиоксиданттар бос радикалдарды жоюға, рак клеткаларының дамуына жол бермейді. Назар аударамыз. Лимон қосылған шай барлық жас санаттарына пайдалы, балаларға иммундық жүйені нығайту, сондай-ақ еркектерге потенциалды арттыру ұсынылады. Күндеріңіз сәтті өтсін, дендеріңізге саулық тілеймін. Іске сәт.